Өміріңді өзгерту үшін, өзіңді өзгерту үшін ойыңды өзгерту керек деген тақырыпқа қалай қарайсыздар? Бұл негізі ең мықты техника, дәлелденген техника. Мида шектеу жоқ деп Джо Диспензаның кітаптарында да, видеоларында да бүкіл жерде дәлелденгеннен кейін мен сіздермен бөлісіп отырмын. Бірінші, екінші күндер сіздер өзіңізді тоқтатқан болсаңыздар, негізінде оған 7 күн кетеді дедім. 7 күн кетеді сіздің миыңызды ауыстыруға, нейрондарды қалыптастыруға, жақсы ой ойлау арқылы өміріңді өзгертуге дедім да. Соның бірінші, екінші күндері сіз өзіңіздің өміріңізге бақылаушы ретінде қарадыңыз да, жаман ой келе ма, оны жақсыға айырбастау, тоқтатып стоп деп айтып, сол жерден тоқтатып, бұл менің ойым емес, мен жақсымын деп өзіңізге диагноз қою. Бірінші, екінші күндер сондай болса, үшінші, төртінші күндерді бөлісейін деп отырмын сіздермен. Үшінші, төртінші күндер жаңа режим, жаңа деңгейге өтіп жатырсыз, ескі шаблондарыңызды жаңа айырбастап жатырсыз. Үшінші, төртінші күндерді мысалға айтайын. Сізде өзіңіздің мысалға ең жақсы көретін адамыңызға, ең қымбатты адамыңызға, ең сүйікті адамыңызға, мысалы балаңызға өте қамқорсыз ғой, жақсы көресіз ғой, солған қарым-қатынас жасағандай өзіңізге қарым-қатынас жасай бастаңыз. Үшінші, төртінші күндер өзіңізге бұрын жасамаған мейірімділікті таныта бастаңыз, махаббатпен қарай бастаңыз. Адам деген өзіне қарым-қатынас жасағандай ешкімге қарым-қатынас жасай алмайды негізінде. Өзіне ұрысқандай, өзіне жиеккендей, өзіне мейірімсіздік көрсеткендей басқа біреуге айтуға даже олай қатты сөйлеуге де батылы бармайтын еді. Адам соншалықты өзіне жауыз болып кетеді, кейде өткен қателіктер үшін жазалайды, өзін жазғырады деген сияқты. Мысалға, енді үшінші, төртінші күндер өзіңізге мейіріммен, махаббатпен қарай бастаңыз да. Сіз біреуге жағымпазданып жағынасыз ғой, ұнау үшін, адам көбінесе солай жасайды. Біреуге ұнау үшін жағымпазданып жағынасыз. Дәл өзіңізге солай жасасаңыз, өзіңізге жағымпаздансаңыз, өзіңізді мақтан тұтсаңыз, мейіріммен қарасаңыз, не болатын еді деп ойлайсыз? Әрине сіз жаңа деңгейге өсетін едіңіз. Миыңыз сізге көп нәрсені жасап беретін еді деп ойлаймын да. Сол үшін өзіңізге мейіріммен, махаббатпен қарай бастаңыз. Өзіңізге ең жақын адамыңыз ретінде, ең жанашыр адамыңыз ретінде қарай бастаңыз. Қателіктер болды, осы уақытқа дейін болмады емес, сол қателіктер үшін есіңе түскен кезде ұрысып бастайсың ғой өзіңе, сен олай жасамау керек едің деп. Енді үшінші, төртінші күндер тек қана өзіңізге мейірімділік көрсетесіз және істеген қателіктеріңіз үшін өзіңізге түсіністік танытасыз. Дұрыс болды, менің қателескенім ол менің өскен жерім, мен ол жерден өстім, көп сабақ алдым деп өзіңізге махаббатпен қараңыз. Келесі видеоларда 5-ші, 6-ші, 7-ші күндер не болатын сіздермен бөлісем. Сау болыңыздар.